Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге Инстаграмда, ТикТокта хит болып жатқан восточная сладость пирогының рецебін ұсынамын. Жасау жолы деген өте оңай, ал дәмі тіл үйіреді. Жақындарыңызға дайындап, қуантып қойыңыздар. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясына жазып өтемін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға илегіштен өткізіп ұнымызды қосамыз, қантымызды қосамыз, 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз және де жұмсақ сары майымызды қосып, барлығын біркелкі болғанға дейін үгітіп аламыз қолымызбен. Бұл пирогтың негізі үгітпелі қамырдан тұрады, яғни песочное тесто дайындаймыз. Егер де сіздің сары майыңыз жаңадан тоңазытқыштан шыққан болса, оны терканың көмегімен, үккіштің көмегімен үгітіп алып қолдансаңыздар да болады. Осы біркелкі етіп үгітіп алған қамырымызға 1 жұмыртқамызды қосамыз да, қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен осылай қасықпен араластырып алдым, ары қарай қолмен қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Тоңазытқышқа қойып қоюдың қажеті жоқ, бірден жұмыс жасауға кірісеміз. Қамырымызды пирогты дайындайтын формамызға бірден жайып шығамыз. Пирогтың формасын береміз. Менде форманың диаметрі 26 см, 22-24 см дайындасаңыздар да болады. Қамырды толығымен орнатып алдық формамызға және де осылай қасықтың көмегімен бір жүргізіп шықтым, яғни теп-тегіс болып шығу үшін. Қамырымыздың үстінен бірден салмамызды салатын боламыз. Менде грек жаңғағы, миндаль жаңғағы және де мейізді қостым. 2 түрлі мейізді қоссаңыздар да болады. Және де басқа да өздеріңізде үйде бар жаңғақтарды қосып салсаңыздар да болады. Кез келген өзіңізге ұнайтын жаңғақты не болмаса кепкен жемісті осылай салып шығамыз. Бетіне қайнатылған сүтті қосатын боламыз, яғни сгущенканы қосамыз. Сгущенканы ең жақсы фирманың қолданған дұрыс. Менде Любовинка деген кішкене қоюлау сгущенка. Не болмаса Три желания, Деповский сгущенкаларында қолдансаңыздар болады. Осы сгущенканы бірден осылай салмамыздың үстінен құйып шығамыз. Формамыздың бортигінде тұрған қамырды мен осылай өрілген форма сияқты етіп безендіріп шықтым. Не болмаса дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Достар, егер де сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып қалдырсаңыздар болады. Бірден жауап беруге тырысамын. Сонымен қатар менен қандай рецепттер күтесіздер? Міндетті түрде пікірге жазып кетсеңіздер, сол рецепттермен бөлісуге тырысамын. Және де арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазақ тіліндегі ютубты бірге дамытайық. Пирогымызды дайындап алғаннан кейін қысып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіретін боламыз. Сгущенкамыз қайнап бұрқылдап пісетін болады. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Оның барлығы піскеннен кейін басылады. Біздің пирогымыз дайын болды. Беті осылай шығады. Формадан суығаннан кейін ғана бірақ босатамыз. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Арнамда түрлі тәттілердің, тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер, дайындап көріңіздер, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мадина, сау болыңыздар.